Сау саламат тұрдыңыздар ма, қадірменді тыңдармандар. Алдымен каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Және де өз ойларыңызды бөлісе кетіңіздер. Өзіңді өзгелердің есінде қалатындай етіп таныстыр. Әрқандай істің бастамасы қиын. Адам болуда, іс істеуде солай. Алдыңғы мақалада адамдарды атау шақыру аса маңызды шаруа екенін айтқан едік. Сол сияқты өзіңді таныстыру да өте маңызды іс. Өйткені бұл өзгелермен танысудың бастамасы. Адамдар ара күнделікті қарым-қатынаста өзін-өзі таныстыратын жайт үнемі болып тұрады. Айлашыл адамдар алғаш кездескенде бірін-бірі түсінсем, әрі сол арқылы қарсы жақтың құрметіне бөлінсем деп аңсайтындығын білді. Дәл осы кезде сен өзіңді тақ еткізіп қана тартымды таныстыра алсаң, қарсы жағыңда қанағат тауып, иіліп тұрып өзін таныстыратын болады. Осылайша екі жақ бір көрген біліс, екі көрген таныс дегендей білісіп, ендігі таныстық үшін тамаша негіз қалайды. Кейбір келелі басқосуларға барғаныңда қонақ иесі жиналған әрбір адамды түгелімен егжей-тегжейлі таныстырып отыруға үлгіруі екіталай. Мұндайда орайды қалт жібермей өзіңді толығырақ таныстырып қалуды қарастыруың керек. Мұндай орай екі түрлі болады. Бірі, үй иесі өзің жайлы жасаған таныстыруын доғара берген сәтте, оның сөзін жалғап, қалған жерін толықтап үлгіретін бол. Ендігі бірі, біреу-міреу өзіңмен ішкерлей таныс білгісі келетінін айтса, сен мән жайыңды қалдырмай айтудан аянба. Өзіңді таныстырғанда мына түйіндерге көңіл бөл. Бірінші, өзіңде сенім болу керек. Күнделікті барыс-келісте бейтаныс адамдармен жолыға қалсақ, есі шығып, ебі қашатын, мүмкіндігінше олардан жалтаруға бейім тұратын адамдар болады. Олар бөтен адамдармен кезігер болса, тілі күрмеліп, аузы буылып қалады. Мұндай ахуалда өзін таныстырудан ауыз ашуға келсінбе. Орынсыз жүрексініктен психиканы жеңудің кілті сенім өзіңде, өзің сенен білгенде ғана өзіңді толық таныстыра аласың. Басқаларға да жақсы ықпал қалдырасың. Екінші, риясыз табиғи бол. Кейбіреулер өзін таныстыруды, өзін саудаға салу дейді. Өнімді саудаға салғанда шындық негізінде үгіт жүргізеді екенбіз. Ендеше өзіңді таныстырғанда да шындықтан аттап, өзіңді көтермелеуге келмейді. Сондықтан өзіңді өзің таныстырғанда ең жақсы, өте, ең ерекше дейтін асыра үстеулерді қолданушы болма. Бұл сөздер елге бөсіп тұрғандай әсер қалдырады. Керісінше, өзіңді риясыз табиғи таныстырсаң, жақсылығыңды асырып, елдің ықыласына аудара аласың. Үшінші, өзіңді таныстыратын адамдарыңның кім екенін ескер. Өзіңді таныстырудағы мақсат өзгелердің назарында өзің жайлы елес қалдыру. Сондықтан, өзіңді қарсы жақ толық түсінетін болсын. Алайық белгілі зерттеу талқы мәжілісінде тұңғыш қатынаса қалдың делік. Осы кезде өзіңнен тұра салып, атым пәлен, мен де бір-екі ауыз пікір айтпақшы едім деп қысқа қайыра салсаң, қасыңда отырғандардың, әкеу, бұл кім өзі? Бұдан бұрын неғып көрмегенбіз? Қайсы жаққа уәкіл болып отыр? Қандай танымды пікір айталар екен деген сияқты қым-қуыт ойдың жетегіне кетері әбден мүмкін. Сол үшін терең талғамды мұндай адамдар алдында шолақ қайырған әлгіндей таныстырудың жеткілікті болмайды. Ондайда ел сенің пікіріңді көңіл қойып тыңдамайды. Сондықтан олардың ыңғайын бағып отырып, атым пәлен, пәлен университет оқушысымын. Мұндай талқы жиынына қатынасып отырғаным осы. Сіздердің көбірек жол көрсетулеріңізді тілеймін. Мен мына мәселеде өз көз қарасымды айта кетсем деймін. Деген секілді басқалар жай күйіңді жақсы біліп, сөзіңді ықылас қоя тыңдайтын болады. Сондықтан өзіңді таныстырғанда қарсы жақтағы адамның салауатын,
салмақтай біл, ыңғайын тауып ығына келтіруді ұмытпа. Алайық, мінезі қатаңдау, жас шамасы үлкен адамдарға кезіге қалсаң ең жақсысы мұқият жүйелі таныстыру жасайтын бол. Ал ашық жарқын, қалжыңбас адамдар болса, өз ерекшелігіңді еркін әйгілеп, қызықты таныстыруыңа болады. Қорытып айтқанда, өзіңді таныстыру орайы мен шешендігіңді әйгілеп, қарсы жағыңның ойынан орын алып, көкейінде қал. Қымбатты тыңдармандар, бүгінгі біздің өзіңді өзгелердің есінде қалатындай етіп таныстыратын әңгімеміз осымен аяқталды. Қандай ой түйдіңіздер? Төменге ойларыңызды жаза кетсеңіздер болады. Әрине, бәріміз бірлікте бөлісеміз, талқылаймыз. Рахмет, көңіл қойып тыңдағандарыңызға алғысым шексіз. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.